Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, қатпарлы, қаттама болып шығатын, көп затты қажет етпейтін самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Видеомның соңына дейін қараңыздар. Дәмі дейтін өте керемет болып шығады, қатпарлы болып шығады. Міне дәл осындай болып шығу үшін дәл осы видеодағы рецепт бойынша жасаңыздар. Бір стакан суымыздың үстіне тұзымызды салып, таза ыдысымызға суымызды құйып, үстіне ұнымызды салып, бір келкі қамыр жасайтын боламыз. Міне осылай қамырымызды біріктіріп жасап алғаннан кейін 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды алып, екі бөлікке бөлетін боламыз. Және де осы бөлінген бөліктерді жұқа қылып жаятын боламыз. Екі бөлікке бөлінген қамырымызды дәл осылай жұқа қылып жайып алатын боламыз. Бетіне ерітілген сармай немесе маргарин жақсаңыздар да болады. Осылай бір келкетіп жағып алғаннан кейін үстіне екінші осылай жайылған екінші қамырымызды әкеліп бетіне төсеп, оның да бетіне осылай сармай жағатын боламыз. Міне осылай үст-үстіне төсейміз. Осылай жағып болғаннан кейін видеода көрсетілгендей қылып, кәдімгідей рулет қылып орайтын боламыз. Міне осылай рулет сияқты орайтын боламыз. Осылай орап алғаннан кейін сармайымыз қату үшін мұздатқышқа 1 сағатқа салып қоюымыз керек. Одан кейін самсамызды жасай берсек болады. Міне осылай орап алғаннан кейін нанның ұшын осылай ішіне қарай кіргізіп жібереміз. Сонда басы қатып қалмайтын болады, ұшы қатпайтын болады. Міне енді салмамызды дайындайтын боламыз. Фаршымыздың үстіне жуа салып, мен 2 жуа турадым. Одан кейін 1 қасық тұзды салып, және де қара бұрыш, содан кейін Қытайдың ақ тұзын, салатқа қосатын ақ тұзды салып араластыратын боламыз.
міне дайын болған қамырымызды алып бөліктерге бөлетін боламыз. Бөліктерге бөліп болғаннан кейін міне осы видеода көрсетілгендей етіп үстінен төмен қарай басатын боламыз. Осылай бөліктерге бөлінген қамырымызды алып, қатты жұқа қылмай және де қалың да болып кетпеу керек, орташа қылып жаятын боламыз. Енді осылай жасап болғаннан кейін салмасын салып, өздерің ұнаған формада жасасаңыздар болады. Мен өзім капля формасында жасадым. Маған осылай жасаған ұнайды. Өздерің домалақ или болмаса үшбұрыш қылып жасасаңыздар да болады. Міне барлық самсамызды осылай түйіп алғаннан кейін ыдысымызға салып, бетіне жұмыртқамызды жағып, және де макты салып, қызып тұрған пеште 200 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің капля самсамыз дайын болды. Дәмі енді сөз жоқ. Өте қатпарлы қаттама болып шығады. Базардың самсасынан кем түспейді. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Көп затты қажет етпейді. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Менің видеом пайдалы болса, маған пікір қалдырып, лайк басып, арнама тіркеліп кетіңіздер.